Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы екінші бөлім, екінші сабақ. Мен інімді жақсы көремін. Жаңа сөз. Кімді? Кого? Тыңда, қайтала, оқы. 47-ші бет. Мен ағамды жақсы көремін. Ағам шахмат ойнайды. Мен әпкемді жақсы көремін. Әпкем әткеншек тебеді. Мен інімді жақсы көремін. Інім доп ойнайды. Мен қарындасымды жақсы көремін. Қарындасым велосипед тебеді. Мен отбасымды жақсы көремін. Дескриптор кестесі мәтінді түсініп оқиды 1 балл. Мәтінді оқу барысында орфоэпиялық нормаларды сақтайды 1 балл. Жазылым тапсырмасы 4-ші тапсырма 50-ші бет. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды жаз. Берілген қосымшалар мін, ді, сің. Осы қосымшаларды көп нүктенің орнына қойып жазып шығамыз. Жазылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды жазады 1 балл. Мен ағамды жақсы көрем. Мен қарындасымды жақсы көрем. Мін қосымшасын жалғайды 2 балл. Д қосымшасын жалғайды 2 балл. Сің қосымшасын жалғайды 2 балл. Сөйлемдерді қатесіз жазады 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.